Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дария. Бүгін ашытқы қосылған самса дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен ұнға ашытқы, қант және де ерітілген сары май қосып, барлығын араластырамыз. Кейін бөлме температурасындағы жылы сүт қосып, қамыр дайындаймыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді 30 минутқа бөлме температурасында бетін жауып демалдырамыз. Бізде қамырымызда майы көп болғандықтан ондай бір қатты көтерілмейді, сәл ашыса жарайды. Біздің қамырымыз 30 минуттай тұрды. Енді 50-60 граммнан шамамен теңдей бөліктерге бөлеміз. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді төменде описанияда жазып көрсеттім. Кейін әр бөлген бөліктерден осылай барлығын біріктіріп дөңгелек қылып жасаймыз да, өзімізге артына самса жасау ыңғайлы болу үшін. Кейін бетін осылай жауып қоямыз. Енді біреуін алып оқтаумен жаямыз. Дайындап қойған салмамызды салып, жан жақтарынан бір келкі жаңағы бір жерге әкеліп, барлығын бір жерге әкеліп түйеміз де. Дәл осылай міне самсамызды дайындаймыз. Енді табамызға самсамызды саламыз, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Өз қалауыңызша кунжут болмаса максиюб қызып тұрған пеште 160 болмаса 180 градус өз пештеріңізге қарай 30-35 минутта пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.